тоқсандық теориясы нарықты басқаратын жүйе. Болады. Бейас, яғни. Бұл бізде бір ағылшыншадан аударған кезде, яғни бір жақтылық дейді. Бейас, яғни сіз рынок бойынша негізгі бағыт қойып айтқан кезде. Күндік свеча немесе 4 сағат апталық свечаларға арқылы қарап, одан кейінгі свечаның қай бағытта болатынын біле аласың. Бір жақтылық. Енді бұл свечамен деп айттым ғой, енді сол свеча түрінде көрсетейін. Жалпы бізде любой зат негізі екі свечадан құралады ғой. Мынау бізде жасыл свеча. Яғни бізде жасыл свеча ашылған жері, жабылған жері, яғни бұл жабылған жерінен уже келесі свеча ашылады бізде. Келесі свеча ашылады, және осылай жабылған жағдайда. Мысалы. Бұл жердегі бір жақтылық қандай жалпы? Соны айтайын. Бізде осы жерде алдыңғы күннің свечасын лоуын осы күн, яғни денесімен жабады. Денесімен жабады. Денесімен закреп болады. Биясымыз бұны. И келесі цель бізде, келесі күннің свечасы енді бізде мына жерден ашылады ғой. Осы жерден ашылады. Келесі күннің свечаның цели уже бізде автоматически мына лоу болады. Алдың күннің лоуы. PDL яғни. Цель осы болады. Енді бағаны сөйтіп кішкене көтеріледі. AMD, XAMD формациясы яқта KLL-ларға келеді. И осылай бізге нақа барады цельге. Енді бізде осындай бір свеча пайда болды одан кейін. Тағы солай кете береді. Ішінде жабылады, сыртында жабылады. Яғни жалпы түсінік осындай жағдай болған кезде бізде цель лоу болады. Және тағы бір жағдай, мысалға қара свеча қою керек еді. Менікі сұр мен қара ғой. Және тағы бір мысал бізде болсын, осы қызыл свеча болсын. Айтпақшы, сен графигіңді өзгерттің бе? Әлде қызыл мен жасыл отыр ма? Пока қызыл мен жасыл отыр. Оны мен настройкасын қазір көрсетші жасылайын, сразу өзгертіп алсау. Мен білем настройкасын. Дәл осының цветін білесің бе менікін? Иә. Так, енді келесі мысал. Бізде қызыл свеча. Енді қызыл свеча жабылғаннан кейін бізде келесі свеча мына жерден ашылады. Бұл свеча ашылып, осы лоуын алып, и бізде жоғары жабылады получается. Яғни бізде дәл осындай көрініс пайда болды осы жерде. Яғни лоуын тазартты бізде. Және ішінде жабылды. Енді бұл деген сөз уже разворот болып жатыр деген сөз. Яғни біздің цель келесі. Хай. Осы свечаның хайы. CRT-ға да вроде ма? Ал? CRT-ға ұқсайды екен да? Иә, CRT. CRT логикасы. Және тағы бір екі мысал көрсетейін.
лонговый свеча болсын. Және бұл уже лонг келе жатып шортқа развороты бұл уже келесі свеча ашылады бізде, лонг көтеріледі, хайын шешеді бізде и ішінде жабылады. Мен осындай көрініс қалдырды. Бізде қара свеча. Бұл да разворотын. Біздің цель лоу болады. Яғни свеча арқылы күндік разворотты анықтаймыз. Қазір біз күндікті және апталықты көрсететін боламыз бұл сабақта. Бұл үшінші вариант. Төртінші вариант көрсетейін. Төртінші вариант енді шорттан лонгқа ауысқан жерін көрсетейін. Қара свеча бізде. Және осы жерде бізде лонг свеча ашылады, көтеріледі, және бізде осы жерде денесімен жабады. Яғни шортты бұзады уже направлениесі. Енді уже келесі цель бізде получается осының хайы болады. Келесі свечаны ашылып баратын жері. Осылай көрсін. Так, енді графиктен көрсін. Мысалдар. Қазір мысалға біз күндік таймфреймдеміз. Күндік таймфрейм. Мысалды мына жерден көрсін. Бізде хай енді қойған жері осы жер өптір. Хайын тазартты, яғни бұла жерді бұлай басы. Мына жақтан бастап бізде яғни хайларды денесімен жауып келе жатыр. Денесімен жапты, лонг кетті, хайға барды. Денесімен жапты, хайға барды. Мына жерде бір лоуын тазартып алды. Бұл момент не істейді бізде баға? Ішінде жабылады. Яғни даже хайын да алған жоқ бізде. И осы моментте не істейді баға? Бірақ бәрі бір келесі свеча ашылады, хайын тазартады. Екі хай болып тұр мына жерде. Тазартып, и уже на лоумен жұмыс істеді. Лоумен жұмыс істеді. И одан кейін келесі свеча не болды? Бұндай моментте негізі 50-50 болады. Жақтылық, бір жақтылық. Ол кезде уже оның ішіндегі бағытқа, яғни жалпы структурный бағыт және ликвидностьтарға ішінен беретін подтверждение AMDX, XAMD формациялар. Сол арқылы білеміз уже. Бұл енді жалпы бір бағыт хаймен лоуды PDH, PDL-ді анықтап алу. Хайды тазартады. Вот ішіне жабылды. И плюс бізде мына жерде денесімен жапты. Денесімен жапты алдыңғы свечаны. Хайын тазартты, свип жасады. Свип liquidity, яғни очистка. Ішіне жабыл денесімен. Уже келесі бізде сразу PDL цель. PDL-ге барды. Баған сет тағы да жоғары көтеріліп, ішіне жабылды. И не сет одан кейін. Енді біздегі цель жалпы понятно уже қайттан PDH болды. PDH-ны алды. Целін орындады, и бірақ қайдан шорт кетті бізде. Шорт кетіп, денесімен жапқан жоқ, бірақ на моментте денесімен емес, телмен ғана шешті. Бұл не деген сөз енді? Қайдан бізге мынаған барады ма? Жоқ, өйткені бізге баға уже мына жерде уже очистка жасады. Жалпы цель орындалды, ликвидность жоқ. И баға не істейді келесі свеча.
кішкене жоғары көтеріледі. И шорт өзінің PDL-іне. PDL. И қайтадан бізде цель лоу болады. Өйткені бізде денесімен жапты. Вот енді осы момент не болды? Келесі бізде свеча лоуға барған жоқ, орындаған жоқ. И қарайтын болсақ, бізде жалпы ликвидность бар сол жақта. Ликвидность бар. Мына ликвидность шешкен жоқ, жалпы негізі осы жақтан құлап келіп жатқан бір себебі осы ликвидностьқа дейін күшін келіп баға реакция беріп, ол жағына коррекция жасады, яғни expansion, retracement, қайтадан expansion и reversal болып жатыр ғой мына жерде. Иә. Дәл бағанағы момент. Келеді баға коррекция жасайды. Мына жерде үстінде жабылады. Яғни хайын жаңағы жабылады. Биас жақтылық жоғарыға. Енді келесі свеча тоже понятно, ПДХ екен цель. И оны да алады, тазартады. И бізде баға шорт кетіп, ішіне жабылады. Ол уже бізде разворот екен түсінікті. Лоу, цель бізде уже лоу. Бірақ байыс болған жоқ бізде. Бір жақтылық болған жоқ. Келді, ликвидін шешті, бұл жерде реакция, мына жерде классикалық V-дан алып тұр. Классикалық V-дан реакция алды, ішіне жабылды. И бірақ жалпы бізге жоғары кетуге цель жоқ, жалпы бұл айтқан кезде ликвидін жоқ жоғарыда баратын. Мына жер тазартты, мына жер тазартты. Тазармаған бізде мына лоу бар. Және ликвидность. И уже алдын күн шығады, кішкене көтеріледі жоғарыға. Осы жақтан бір K-level'дан реакция алады. И бізде өзінің лоуына барады. Лоуына барған кезде де бізде ішінде жабылды. Яғни айтып жатыр уже бұл жердегі мақсаты, яғни тек қана мына ликвидностьпен жұмыс жасау болды. Ары қарай ішіне жабылады, одан кейін бізге қайтадан PDL-мен жұмыс жасайды бізде баға. Бірақ тек қана ликвидность бойынша жұмыс жасайды. Жұмыс жасады и сразу жоғары көтеріліп, уже бізде разворот береді жоғарыға. Егер дәл осыларды біз уже квартальный теориямен, 90-дық теориямен байланыстыратын болсақ, біз осы жерде көре аламыз. Қазір көрсейін. 15 минутқа өтейінші. Осы жерін мысалы тазарған жер. Дәл осы моментте мен 90-дарға бөлейін. AMDX формациясы. Бұл міне аккумуляция, манипуляция. Бар ликвидін шешілді, мына лоу шешілді, тазарылды. Үшінші кварталдың өзінен тағы подтверждение бердік, сайын информация. Не сол жоғары кетті. Так, бұл жерге өтпей қойық пока что. Вот. Так, дальше не болды. Енді бізде лоуын тазартты, үстінде жабылды, ликвидность жасалды, очистка жасалды. Цель бізде хай, ПДХ. Байас болды ма? Мына жерде? Болды. Болды. Денесімен жабылды. Лоуын тазартты, хайын тазартты. Ары қарай уже біздің цель осы ПДХ. ПДХ орындалды. Мына ликвидтер тазарды. И мына ликвидтер тазарған бізге қайтадан енді күш керек қой жоғары лонг кету үшін. Коррекция жасайды бізде. Коррекция жасайды. Уже ішінде жабылды еще плюсе. Уже понятно, келесі свеча бізде мына PDL-мен жұмыс жасайтыны. Жұмыс жасады. Жабылды тоже ішінде. Енді келесі свеча тоже мына свеча, мына лоуға баратын белгілі. И вот осы жерге өтегенді. Дәл осы моментке өтетін болсақ, бізде ликвидность алдында бізде еще классикалық V бар. Баға осыған келеді, ішіне жабылады. И понятно, уже келесі цель бізде хайлар екен.
сразу мына хайға дейін орындап береді. 15 минуттан ашайық осы жерде. И қызығы дәл осы момент мына жер ғой, классикалық мен мынау ликвидность орындады. Мынау бізде классикалық болып та получается. Ал 4 сағатта дәл осы жер 4 сағатта бізде QML. Енді дәл сол жерде тоже 90-ға бөлетін болсақ. AIMDX. Дәл бағана сөйтіп атсам, мына жердегі. Тура сол. Вот развороттар осы жерден пайда болады. Саған келетін мына жер, яғни уже сен долгосрокқа ұстайтын болсаң, осындай моменттерде. Мен осының бәрін, мен ТВХ-ларым негізі всегда осындай еді да. Аха. Конкретно қай жерде екенін білмеймін, арасында жаңағындай алдырып кетеді, но примерно сондай болатын короче. Бірақ ол жерде толық понимание жоқ, Иә, толық понимание жоқ, өзім былай тексеріп жүргенмін. Менде андай 1 сағаттық пен жарты сағаттықтың бітетін уақыттарында ТВХ деймін да, как раз сол жақтарда прям идеальный точка входалар береді. И сонымен табатынмын. Уақыт всегда білетінмін да, что уақыт маңызды да, короче. Мынаумен вообще четко көрсетіп отыр ғой, тура менікін, бірақ именно қай жерде екенін соны көрсетіп отыр ғой. Мен түсінбейтін, то Азияда болып кетеді, то Нью-Йоркты тауып аламын, короче, бейт жүреді, но конкретный болмайтын да. Ана жақта конкретно көрініп тұр да, уже қай жерде болады, там и так далее. Басында болады. Бәрі кездейсоқ емес бұл жерде. Жалпы уақытсыз баға өмір сүрмейді ғой. Әрине. Тікелей бағаны қозғалып тұрған осы уақыт. Так, енді ары қарай не болған екен соны қарайық. Бізде жалпы ішіне жабылып мына свеча, енді ол кезде цель өзінің ясы болады, баясы болады. И хайға уже коррекция, яғни бізде мына жақта реверсал болды, ретрейсмент болды и экспеншн керек қой бізге, экспеншн мына хайға дейін жалпы. И бір свечамен просто орындап бере салды. Как раз таки бұл среда күні екен. Яғни понедельник, вторник, среда AMD болған. X бізде 4-ші күн X болған, яғни кері бағытқа разворот болған. Дәл солай, енді мына жерден қарайтын болсақ, бізде дәл қазіргі момент мына свечаның арасында жүр консолидация болып жатыр бізде. Мына свечамен, мына свечаның, яғни осы свечаның хаймен лоуында жүр баға 5 күн бойы. 1, 2, 3, 4, 5. Бір жерге қарай экспеншн болайын деп тұр ғой. Ол понятно уже, осыған бара жатыр лоуға. И қазір дәл осын көрсем, не үшін именно осыған бара жатқан ары қарай көрсем. Так, нам өшіре тұрайық. Осын қазір көрсем, не үшін болып жатқан. Енді біз айттым ғой бағана күндікпен қарады, енді апталықпен тоже қараймыз. Апталықпен енді осы информацияны бірге қосамыз күндікпен. Апталық как бізде мынандай болады, яғни цель болады. Цель болады, яғни үстіңгі цель, астыңғы цель. Бізде точка А ортасы болатын болса, бізде точка Б және С болады. B және C. Вот B және C именно так сол ПВХ, ПВЛ болады. Біз айтып өттік ликвидностьтың түрін. ПДХ, ПДЛ бұл бізде алдыңғы күннің хай мен лоуы, иә? ПВХ, ПВЛ ол уже алдыңғы аптаның хай мен лоуы. Енді мен сызып көрсетейін, түсіндірек болу үшін. Так, мынау бізде қара свеча болсын. Қара свеча бізде дәл осы жерден ашылады жанынан. И пусть осылай жабылсын бізде, келесі свеча ішінде жабылсын. Бұл уже бізде қандай свеча? Жасыл ғой, сұр. Жоғары бай свеча.
ол бізде тазартады осылайынан. Және осылай қалыптасты. Яғни бізде баға құлап келе жатты, көтерілді, тазартты, осылай қалыптасты баға. Енді цель бізде не осы жерде? Жалпы цель бізде әлі шартовый болып тұр. Мына лоу болып тұр ғой. Пока осы лоу. Енді еще бізде очистка бар жоғарыда, жоғары тазару бар. Смысл по идее жоқ лонгқа. Егер үстіне жауып поглощение жасағанда, жеп қойған кезде денесінен, вот сол кезде может лонг кетуі мүмкін еді. Бірақ қазір бізде нарратив әлі шартовый. Енді не істейміз біз? Келесі свеча ашылады бізде. Келесі свеча уже бізде дәл осы жерден ашылады. Келесі свеча ашылып, дәл осылай бұзады. Яғни жеп қояды барлығын. И плюс денесімен жабылады бізде. Бұл бізде, понятно, қара свеча. И осы бізде аптамен қарайында. Мынау бізде понедельник, бірінші күні, вторник, среда. Понедельник бізде қара свеча болды, вторник бізде хайын тазартты, и среда бізде лоуын тазартты. Дәл осы жер мынау ма? Бағанағы жер, понедельник, вторник, среда. Дәл осы ситуация. Дальше цель орындалды. Бізде мына жерде биас болды ма? Болды. Байас болды, иә. Денесімен жапты. Енді ары қарай свеча, уже келесі свеча бізде тоже шартовый, уже PDL яғни. Цель бізде мына лоуға. PDL. Келесі свеча ашылады бізде тоже. Кішкене жоғары көтеріледі. Лекені тазартады, бір левелдарға келеді. И дәл осылайынан жабылады қайтаншке. И тоже бізде байас болды. Бір жақтылық. Вообще серый менде. Ары қарай цель уже бізде понятно уже. Мына жер жалпы лоу болу керек цель. Енді не істейді бұл жерде баға? Бізде уже 3-4, 5-ші күн, уже жұма күні бізде. Жұма күні баға ашылады осы жерден қайтадан. Көтеріледі баға. Яғни бірінші құлайды, осылай құлайды. PDL-ға барғысы келеді, бірақ бара алмай жоғарыда жабылады осылай. Яғни жұма күні бұл. Осындай свеча болды. Болды, мынау уже бізде бір апта болды, получается. Мынау бізде аптаның ашылғаны. Мынау бізде аптаның барған жері. Және аптаның бізде лоуы. Және аптаның жабылған жері бізде. Осы жері жабылды апта. Шетке шығарған кезде бізде осындай свеча пайда болады. Осы 5 свеча, дәл осы бір свечаны құрайды. Open, high, low, close. Бұл жайлы сабақ келесі сабақта болады. Осы свеча жайлы. Open, high, low, close, open, low, high, close. Яғни бізде дәл осы қара свеча пайда болды. Енді дәл осыны біз зерттейік енді.
күндікпен байланыстырайық, то есть. Так, мынаны алып тастайық.